егер сіздің дербес деректеріңізді мемлекеттік орган заңды негізсіз пайдаланса, қазірдің өзінде сіздің құқықтарыңыз қорғауға жатады. Ал енді жаңа конституция қабылданғаннан кейін бұл тетіктер, құқықтарды қорғау тетіктері бұдан да күшейе түседі. Өйткені қазіргі таңда тарихымызда алғашқы рет конституция деңгейіне біздің цифрлық қауіпсіздігіміз, цифрлық құқықтарымыз еніп отыр. Жаңа конституцияның 21-ші бабында дербес деректерді заңсыз жинаудан, өңдеуден, сақтаудан, оларды пайдаланудан қорғайтын мықты нормалар кепілдік етіп бекітілген. Енді қазір қолданыстағы конституцияны алып қарайтын болсақ, бұл жерде көбінесе жеке өмірге қол сұқпаушылық туралы нормалар бар да, бірақ та адамның кибер цифрлық ортадағы құқықтарын қорғайтын нормалар жоқ. Енді қазір жаңа конституцияға бұл баптар кіріп отыр. Жалпы өмірде, іс жүзінде бұл нені білдіреді? Мысалы, қазірдің өзінде дербес деректердің қолжетімділігін бақылайтын мемлекеттік сервис жұмыс жасайды. Мысалы, егерде сіздің жаңағы дербес деректеріңізге біреу пайдаланам деп жүгінсе, сізге бірден хабарландыру жібереді бұл сервис. Содан кейін сіз кімнің, қай уақытта, қай деректеріңізге жүгінгендігін бірден біле қоясыз. Екіншіден, қазір мынау жеке басын куәландыратын құжаттың, қағаз күйіндегі құжаттың жалпы сұрануына, оның сақталуына, таралуына тыйым салынады. Егер заңда көрсетілген талаптар болмаса, оған жалпы тыйым салынған. Ол да жаңағыдай біздің деректеріміздің жан-жаққа кетіп қалмауын қадағалайтын жақсы бір норма. Үшіншіден, 2026 жылдың қаңтар айынан бастап, үлкен деректерді сақтайтын базалар, 100 мыңнан аса деректерді сақтайтын базаларға кіру, о жердегі деректерді пайдалану тетіктері күшейтілген. О жерде идентификация, яғни сәйкестендіру нормалары бар, және де кірген пайдаланушылардың базасы жүргізіледі. Жалпы айтқан кезде бұл нормалар енді конституция қабылданғаннан кейін бұдан да күшейе түспек. Бұлар конституция деңгейінде қорғалатын болады. Бір сөзбен айтатын болсақ, сіздің цифрлық өміріңіз бұл жеке өміріңіздің ғана мәселесі емес, жалпы мемлекеттің мәселесіне айналады, мемлекет тарапынан қорғалатын болады.